Сәлем достар, біз бүгін сіздермен relative clause, яғни relative clauses тақырыбын үйренетін боламыз. Мына сөйлемге қараңыздар. I have a brother. Менде аға бар, менің ағам бар. He lives in Almaty. Ол Алматыда тұрады. Екеуі екі сөйлем. Екеуі екі түрлі мағына, бірақ кішкене мағынасы келмей тұрған сияқты. Біз оны былай келтіреміз. I have a brother who lives in Almaty. Менің ағам бар, Алматыда тұратын. Менің Алматыда тұратын ағам бар. Міне сөйлем өте тамаша бір деңгейге, бір жүйеге келді. Яғни бұл жерде біз who сөзін қолдандық. Яғни ол linking words деп аталады ағылшын тілінде. Бізге қажетті кілт сөздер, яғни сөйлемдерді байланыстыру үшін қажетті кілт сөз. Бізде бұндай кілт сөздер өте көп. Who адамдарға қолданылады, which заттар мен жануарларға қолданса, where мекен жайы, бір адрес, бір орын болса, when уақыт, whose кімнің, яғни адамдарға қолданылады екен. Яғни қандай да бір жетістіктерді көреміз ғой, өзімізге сөйлем басында, сөйлем мағынасына қарай, сол кезде осыларды қойып кете береді екенсіз. Those jeans, мына женсилар, яғни зат есім заттар, оған which қолданылады. You want to buy are really expensive. Сен алғың келген женсилар өте қымбат дейді. Which, яғни женсилар. The school where I studied is in the center of the city. Center дегеніміз уже бір орталық. Қайда? Where сөзі қолданылады екен. The school мектеп. Мен оқыған мектеп қаланың ортасында еді. John who plays football is always busy at weekends. John, ол кім? Who футбол ойнайтын John бар ғой, сол әрқашан демалыс кездерде бос емес дейді. He is always busy. Яғни сөйлемнің басына қараймыз, сөйлемнің мағынасына қараймыз. Соған байланысты сөйлемді біріктіру мақсатында осы linking words'тарды қойып шығамыз, яғни кілт сөздерді, сөйлемдерді байланыстыратын. Мына жерде де мысалдар келтіріп қойдым. Do you know the girl who started in grade 7 last week? Can I have the pencil that I gave you this morning? Мен саған таңертең берген қаламды алсам бола ма? That-ті де қолдана бересіздер. Relative clauses'тің ішіне міне осылай кете береді. I want it in a restaurant whose cooks smoke дедім. I want to live in a place where there is lots to do. Мен өмір сүргім келеді дейді. Қайда? In a place, бір жерде адам көп жұмыс істейтін жерде өмір сүргім келеді дейді. Where? Қайда? Көп жұмыс істейтін жерде. Place-ға уже where linking words қолданып тұр. Yesterday was the day when everything went wrong. Кеше дейді, барлығы қате болған күн дейді. Яғни when, қашан? Жауабы өз жауап тұр. Yesterday деп тұр. Көрдіңіздер ме? Осылай сөйлемдерді байланыстыратын, осындай сөйлемдер арқылы байланыстыратын сөздер тобын біз relative clauses деп айтамыз. Оның екі түрі бар. Defining relative clause және non-defining relative clause. Defining relative clauses пен айырмашылығы ол. Defining. Егер информация нақты әрі біреу болса, онда оған үтір қойылмайды. Мысал үшін, I have a brother who lives in Almaty. Информация нақты әрі бір ғана информация. Менің Алматыда тұратын ағам бар. Демек, бұл defining relative clause. Үтір қойылмайды, бір ғана информация айтылады. Әрі нақты, түсінікті информация. Бір ғана информация айтылса, онда ол defining relative clause болады. Ал егерде осы адам немесе зат туралы екі информация болса, онда оны біз non-defining relative clause деп атаймыз да, бірақ жаңағы who бар ғой, relative clauses осының алдында және сол сөйлеммен аяқталғаннан кейін
өтір қойылады екен. Комма деген өтір. Менің алдыңғы видеоламда бар. Қарап өтсеңіздер болады. I have a brother who lives in Almaty is very smart. Менің Алматыда тұратын ағам бар. Әрі ол өте ақылды. Көрдіңіздер ме? Екі информация айтылып тұр. Сонда relative clause бар сөйлемнің алдында және одан кейін өтір қойылады екен. Бұның айырмашылығы сол non-defining мен defining relative clauses'тың айырмашылығы осы өтірде екен. Defining бір ғана информация айтса, non-defining екі информация айтады екен. Міне мысалдар қараңыздар. Қосымша информациялар, мысалы үшін my brother who is a surgeon lives in London. Менің ағам не дейді? Хирург, және ол Лондонда тұрады дедім. Так, осылай кете береді. When next Saturday when I am traveling to Dublin is my birthday. Келесі аптада мен Даблинге саяхаттаймын деді. Және ол күні менің туылған күнім дейді. Бір емес, екі информация беріп тұр. Және relative clause бар сөйлемнің алдында және артында өтір қойылады екен. Өтір, come on. Өтір. Where'ға келетін болсақ, Cordoba, where I was born in nice town дедім. Cordoba бір не болып тұр, мемлекет, мен туылған жер, ол мен туылған жер екен бір информация айтып тұр, және ол өте жақсы қала екен. Екінші информацияда айтып тұр. Кордоба қаласы, Кордоба ол мен өмір туылғанмын, әрі мен ол жерде, әрі ол жақсы қала. Екі информация беріп тұр. Әрі өтір қойылып тұр. Relative clause'нан да өтір, және relative clause'нан кейін сөйлем бар, кейін өтір. Жалпы осы ғана достар. Оны қиындатудың ешқандай қажет жоқ. Сөздерді байланыстыру үшін осы linking words'тарды қолданасыздар. Who, which, when, where, that деген сияқты. Болды. Екіге түріге бөлінеді. Біреу екі түрлі информация берсе non-defining, бір информация берсе defining relative clause бола салады екен. Достар, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Оқыған әрқашан озады, білімдінің күні жарық. Келесі кездескенше.